Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұқпаның қалай тұздықтау әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, тіркелмесеңіздер астыдағы подписация бөлімдегі батырманы басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл тамақтың аты жұқпа деп аталады. Өте тойымды, етпен бірдей күш береді. Және де азынан кешке дейін мысалы сәресіде ішсеңіздер, кешке дейін тоқ жүресіздер. Өте тойымды тамақ, жасап жеуге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Жасалу жолы өте оңай, және де бұны бір істеп қойсаңыздар, қай уақытта болса да 5 пакет сақты демдеп ше бересіздер. Өте тәтті, тойымды тамақ. Ең алдыменен ұнымызды алып, оған 1 стакан су құямыз, үстіне тұзымызды салып, өздеріңіз көріп тұрғандай, оның үстіне 1 бокал сүт қосамыз. Сөйтіп осының бәрін араластырып, осыған қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 10 минутқа тұндырып қойып, одан кейін жаюға кірісеміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қатты емес, жұмсақ емес, орташа тығыздықта иледім. Енді осыны үлкен қылып жаям. Өздеріңіздің қалауларыңызша майдалап бөліктерге бөліп жайсаңыздар да болады. Бұл оңай тәсіл. Үлкен қылып жайып, 4 бұрышты қылып кесіп пісіретін боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, 4 бұрышты қылып осылай 2 бетінде пісіріп алам. 1 бетін пісірсеңіздер де болады, бірақ 2 бетін пісірсеңіздер таза піседі, және жұқпа істеген кезде қамыр сияқты болмай, әдемі болып, жеген кезде әдемі болады. Осылай кескен қамырларымыздың барлығын осылай пісіріп аламыз. Бұның бір жақсы жері пісіріп қойсаңыздар, қай уақытта болса да ыстық суға демдеп 5 пакет құсап істеп жей берсеңіздер болады. Осылай жұқпаларымызды енді тұздықтап жейтін боламыз. Кесемізге ыстық су құйып, оның ішіне осылай жұқпаларды турап, майдалап салатын боламын. Енді құрт болса, құрт езіп салсаңыздар, вообще күшті, дәмі күшті болады. Солай жасап көрсеңіздер. Біздің апаларымыз бұрын құрт езіп тұрып салып істеп беретін өте дәмді тамақтардың бірі еді. Сол балалық шақтың балдамы деп біз осындай тамақ жеген едік кішкентай кезімізде деп балаларымызға істеп бердім. Оларға да ұнады, өте дәмді екен деп қайта-қайта жасаңызшы деп отырады. Осылай істеп беремін. Сіздер де балдарыңызға осылай жасап, біздің қазақи тамақтарымызды осылай айтып отырсаңыздар, балаларыңыз да осындай тамақты сүйсіне жейтін болады. Китайский 5 пакеттен көрі осылай жасап берсеңіздер, денсаулықтарына да жақсы, зияны жоқ, табиғи 5 пакет десем болады. Осылай енді іштеріңізде білетіндеріңіз бар шығар, білмейтін адамдар көп екен. Ол қандай тамақ деп сұрап жатады. Енді осыны білмейтіндерге осылай түсіріп жатырмын. Үстіне 1 қасық сары май қостым. Таза сары май болса өте дәмді болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне дайын болды тамағым. Өте дәмді болды. Назарларыңызға көп рахмет. Осылай жасап жеуге кеңес беремін. Балаларыңызға да осылай жасап беріңіздер. Табиғи 5 пакетті. Магазиннің 5 пакеті өте зиян, және де оның ішінде химикаттар көп. Сіздер табиғи осылай жасап берсеңіздер, балдарыңыз қуана жейтін болады. Видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.